батар мısın yavrum? Сәлем достар, бүгін біздер демалысқа келдік. Кузина деген жерге. Қаланың шетінде Шиле деген жерде Кузина деген демалыс орны бар. Соған 2 түнге келдік. Зөнім. Балам сумен ойнап отыр. Көтенің салған денесінде көшіп қойып қойдым. Біздер завтрак күтіп отырдық. Мынандай завтрак кел. Мынау сыр. Завтрак дейтін сол жалдаған комнатымызға ақшасынан кіреді. Ортасында мындай бір өзен жүріп жатыр. Демалыс орнында. Мына жерде тоже тамақ ішетін жер. Біздің домик ана жерде, артына рум-тур жасаймын. Оның артында. Арғы аты тоже мындай қолдар ойнайтын жері бар. Мен балам енді су көрсе кетпейді, ол үстін бұлғай отыр. Ауыстыратын күндер алып келді, мен үстін ауыстырамын. Мына жерде тамақ ішіп. Да сәлем достар, бүгін бірінші күніміз біздің. Жаңа көрсеткенде Кузина деген жерге келдік. Шиле, Стамбулдан 1 сағат жарым жерде. 1 сағатта жер. Менің үйімнен. Орталықтан кететін болсаңыздар, может 45 минутта таксимен келе аласыздар. Бағасы 2 күнге расып кетем. Енді біздерді Турцияда, Стамбулда қазір 5 күн айты ораза айт болғасын. Қаратым. Жазылып отырдым. Ораза айт болғасын, біздер бірінші күні оразаның бірінші айт, ораза айттың бірінші күні папамыздың үйіне бардық. Сосын кеше үйде демалдық. Бүгін енді 3 күніміз қалды. 3 күн осында боламыз. Уже бүгін жұма күні, жексенбі күніне дейін, сосын бірінші күні жұмыс. Ақшасына завтрак кіреді. Кешке тамақ бөлек ақшаға сатып аласыз. Бір ормандық жерде мынандай көрсеттім сізге, тағы да көрсетем, ертең түсірем, онан күн түсірем. Мынау біздің үй, қазір көрсетем, рум-тур жасайын. Мына жерлерде жаңа біздер завтрак іштік, мен түсірдім видеоға. Осы мына жолдармен келесіздер. Мына жерде бала ойнайтын. Мына жерде өзен бар, ағып келеді, осы төмен қарата түседі. Мына жерде бала ойнайтын жер. Осының бәрі осы кісінің хозяйдыныкі. Мына жерде 2 дом бар, 3 дом бар осы территорияда. Мынау 2-ші дом, осы 3-ші дом, тек қана 3 дом. Күндіздері қаладан мында завтрак ішуге келеді. Таңертеңнен 8-ден бастап кешкі 6-ға дейін завтрак береді. Таңға. Сосын мынау каждый 3 домның, әр домның аты бар. Біздің домның аты, үйдің аты Робин. Мына жерде келесіздер, ішінде не бар? Камин бар. Соның ағаштары. Мына жерде кешке отырамыз, бұйырса Алла қаласа жолдасымызбен. Мына жерде баклажка алып қойыпты. Баклажкамыз. Мынау мен. Так, былай кіреміз. Біздер шашылмай тұрғанда мен не істеп тастайын деп. Шашылмай тұрғанда мен рум-тур жасап тастайын деп. Так, мына жерде дейтін қазір сұрып жүреді. Так, мына жерде бізде не бар? Бүйтіп бір көрсетіп жіберейін. Осы мынау қараңғыда кішкентай дұрыс көрсетпей тұр. Так, мына жерде дейтін бізде шай бар, су бар. Аты не? Чайник бар. Мына жерде отыратын кресло. Мына жерде камин. Пеш. Кузина деген. Сосын ішінде светик бар. Wi-Fi бар ма? Wi-Fi бар. Сосын мына жерде шкаф. Мына жерде біздің коляска, стол, диван. Жатын жер. Сосын қазір нені көрсетейін. Мен балам қоқытып отыр кетсе. Туалеті. Туалет тап-таза. Бұндай душ. Балам лас-лас қоптсат жаңа қасымда өзенге ойнайым деп. Сосын балам свет жақшы. Туалет. Туалеттері тап-таза екен. Осындай. Су салқын, су фен бәрі бар. Таза. Так. Осындай домик. Тағы ана жерде 3 домик. Соның 3-ші домигі ма? Бір домигі осыған ұқсайды. 3-ші домигі андай мансарды. 2 этаж бізде мына жерде бір баспалдақ қой, енді мындай биіктікте. Ананыкінің 3-ші домдікі баспалдақпен жүреді, жоғары қарата барады. Несі мына шатыры биіктеу, не спальнясы жоғарыда. Сондай бар.
Даже уже 4 адам тұратын сияқты, астында да кровать бар сияқты. Сол мына 2 адамда, олар 4 адамда сияқты ол. Бірақ осындай тап біздікіндей дом 2. Планировкасы болсын біреуі жаңа мансарды. Осындай ғана не бар, жазда салқын ауа, қыста біздер қазір кешке салқын болса ыстық ауа жаямыз, ашамыз, сосын үйде камин жағамыз. Сол мына жерде таңертең тұрғанда мындай күшті естіп тұрсыңдар ма? Өзен дауысы естіледі. Сол күшті жер екен әдемі. Ертең тағы көрсетемін. Осымен бүгін түсіргеннен бітеді. Осымен кішкене здесь и сейчас болам. Сосын ертең таңертеңгі завтрак түсірем, кешкі ужин түсірем, сосын ертең завтрак түсірем. Сосын мына жерде территориялар түсірем. Сол менімен бірге болыңыздар. Мына жерде террассамыз ба, не? Террассамызда отырық. Террассама не дейді мына жерде, тапшам ба? Сол жерде отырық. Диванчикте шайымызды ішіп, кофе қойып алдым. Баланы алаңдату үшін өйстіп бердім. А то ан жаққа ана неге өзен қарата кетіп қала береді, аққан суға. Үстін бұлғап. Ау жаным. Сол айқылағым қосекі. Керемет бір жер. Бала оставит жана. Алчық қып жуық қойдың. Сұрақтарым болса, жазыңдар, қандай сұрақ бар сіздерде, білгілерің келсе. Шынды керек, не айтарымды білмеймін, кейде бар ғой видеоларда. Енді ақпараттар берем, осында бардым, осында келді, осынша деп. Так, лай, говорящая голова болып сөйлей алмайды екен. Сол. Менің бұдан бұрынғы түсірген видеоларымда міндетті түрде қараңыздар. Жақсы видеолар түсіріп жүрмін осы ғана. Рахмет. Достарым, не қараңыздар. Мына жерден 4-ші үй салып жатыр екен, домик. Міне мынау дейтін, Хелен дейтін домик. Осы Кевин бар. Мына менің жолдасым, аты жөні Алтан. Мойында баласы Хусейн Эфе geldi. Хусейн Эфе, есемен баламды. Так, мына біздің тұрған үй. Астында тағы бірінші этажы бар, цокольный сияқты. Мұнда отын ба, бірдеңе сақтайтын сияқты. Жоғарда біз жетеміз. 9 мың бірдеңелері точно бағасын жазып кетем. Ай жақта бәрі орманға түсіп жатыр, орманда қатысамыз да. Мен мына жерде кофе алып жүрмін. Кофені тастап кетейін. Мына жерде біреу, бір адам отырып, от жағып отырды, састып. Мына бір жерде кәдімгідей түтік шығып отыр. Видимо, ватер. Тоже су келетін болып тұр ғой. Опа. Асып кетті да күн. Burada gamak var. Ben burası sallansam. Gel olmanın içine gerek yok. Biz konuşmak. Evet tamam gel. Gece gelip kıyat. Ne bir balık ota сияқты bir denge болып тұр. İçinde бақалардың дауысы жаман естіледі оны. Мына жерде жиналған суды егіндікке құя ма? Мына жақта негізінде өздерінің фермалары бар. Сиыр, тауықтарымыз бәрі өздерімізден, жұмыртқамыз өздерімізден. Сиыр, йогурт бәрі өзімізден деді. Бәрі түсіп кетті төменге, бізде түсейік, қарайық. Olur. Efendim? Oh. Мама күшті иістеген күшті болып тұр. Еще дейді мынандай нелер толып тұр, клубника, ягоданың несі. Ягодалар өсіп жатыр.
Nesinden tanıttım yapraklarından. Sonra vişne ağaçları solar. Ha burası senin güzel. Kıştı. Tıptınış kıştı. Dikkat yavrum. Gülдөр теріп жүрмін. Қазір домикке барып базаға салып қоямын. Біздің домик. Жинадық. Букетик. Қандай әдемі жерде көрдіңіздер ме? Мен балам шаруа алып жатыр мына жерде. Ben de oturacağım Hüseyin otur. Gel sallanacağız. Aa Allah'ım bu ne ya? Niye? Düşeceğim gibi geliyor. Gel otur sallanacağız. Tutuyorum seni. İstemiyor musun? Tamam. Hadi ben sallanacağım o zaman. Uy! Aa çok güzel ya. Ama korkma. Жақтым. Жатып алды. Тамақты. Bak yere yatıyorsun. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Olmaz. Мала ойнап отыр, келмейді тамаққа. Дәл заказ бердік. Қабырға, котлета. Енді қасына картошка фри, салат. Ас болсын бізге. Осындай көрініспе тамашинге отырайық. Андай севдің қабырғасын ете кел. Вообще сөз жоқ. Өттеден de пісірген екен. Oğlum git hadi köpeği işkence çektim at. Hadi. Tatlım nasılsın? Şey al. Çek şimdi. Cici yap cici. Al. Yusuf yavaş ısrar yavaş. Biliyorsun nasıl bu belli. Al oğlum. Cici de cici. Kırıklarını tutmaz sevmez onlar. Bakar mısın kırığını tutmasını ısırır. Çok yaşlı bir köpek değil mi? Tatlım, canım. Kışıgım kayda. Al oğlum. Dönemiyor yası ya. Patatesi yiyor. Yer. Acıkmış ya. Ya bunun sahibi var ya yemek veriyor galiba. Hüseyin Efe dur. Yakınlaşma ısırabilir yapma. Çok dikkatli ol. O var ya çok akıllı bir köpek biliyor musun? Ya senin ısırmış şeyin fiyatına. Cici yap cici. Tamam. Cici. Patates geçsene oradan bir tane. Gel Bir peki. kokudur anladın mı? Al. Atma sadece koysana yere. Yer o. Ha burnunda oynama. Köpek burnunda oynuyor ya. Bir dakika. Ya. Al. Oğlum bak köpek kulağını çekiyor ya. Ben de korkuyorum bir yandan ona bakmak. Ah. Hüseyin Efe dokunma. Bir şey yapmaz değil mi bu köpek? Yok bir şey yapmaz. Oldu bitti yemek yok bitti. Onu dokun. Bir sarıl köpeğe. Köpeğe sarıl yavrum. Sarıl. Sarılmak istiyor. Kraker verin diyor. Bizler
Бұл жерде бір кішкентай жол бар екен. Сол жермен демалып жүріп тамақ ішіп алдық та. Қыдырыстап. Бұл бүгін өше ұйықтаған жоқ. Ұйықтатайын ба деп ойлап ұйықтамайды. Не қатты қаны қызып кеткен сияқты. Бүгін көп ақпарат алды да басы, миы. Сосын сияқты ұйықтай алмай тұрған. Сосын жататын жерде койкамызде не енді жаңа ғой, өзінікі болмағасын төсегі. Не істеп тұр, жатырқап тұр төсекті де. Әбден шаршатайын деп тұрып. Кішкене қараңғы түскесін қазір уже ұйықтайды. Шаршатып, қыдыртып жүрген. Сосын үйге барып қазір сүтін бере қоям. Әлі бутылкамен сүт ішеді. 2 жастағы бала. Айтып қояйын заранее. Сонымен ұйықтайды. Су ма істеусің, ал? Давайте пока осымен бүгінгі күніміз бітті. Ертең таңертең түсіреміз тағы да. Қайырлы таң достар, біздер баламызбен бүгін ерте тұрдық. Балам ерте тұрып кетті. Ұйықтатқан жоқ. Тұрып кетіп қалдым. Мен де шығып кеттім баланы алып. Папамыз әлі ұйықтап жатыр. Ауа таңертең күшті бұлттар бар ғой, кәдімгідей. Таза ауа, құстың дауысы, кішкене салқындау, күшті болып тұр ауа. Енді балам менің ойнап жүр, су шашып, суға тасты лақтырып жүр. Мына жерде дейді, салып отырған новойдан үй, мына екеуі бір этажды. Мына біздің үй 2 этажды бар, бірдеңе жоғарыны бір жатамыз. Мына жерде дейтін официанттар тұратын сияқты. Мен ол жерге отын бірдеңе жинайтын шығар деп ойлап едім. Ол кажется, бір тұрады екен ол жерде. И то домның жартысы тек қана, жартысына дейін. Арғы енді холм болғасын, 2 этажға кетіп қалады да, оны жартылай. Сол біздің мысалы кровать тұрған жердің асты, уже жер оған дейін домик. Сосын мына өзен дейтін, өздері искусственно жасайды екен, ойлап едім, мына жерден бүйтіп өзен келеді ғой. Өзен, не деп, табиғи өзен деп. Онымен өздері суай дейді екен, өзен қылып кезінде әке бабалары осы жерді алғанда жасаған ғой. Соны дейтін, мына жерге өзен қылып келеді, көл болып жиналады да, арғаты насоспен егіндікке сондай қояды. Оларда өзінің фермасы бар, айтқан жоқпын ба, соны айтқан сияқтың да, сиырлары, егіндіге бар өзінен. Тауықтары соларды өнімдерін мұнда қонақтарға береді. Таңертең 8-ден кешкі 6-ға дейін завтрак береді. Қаладан адамдар келіп завтрак ішеді. Осы үш үйдегі қонақтар тамақтанады. Сол бүгін күніміз жақсы өтсін. Бүгін ештеңе түсірмеймін. Бүгін жүрем, ертең шығарда түсірем. Сол жақсы болыңыздар, пока, күндеріңіз жақсы өтсін. Так, завтракке мындай көкөністер, варенье, оливки, осы мындай сыр, қосып жейтін жұмыртқа. Балдар су ойнап жүр, ас болсын. Geliyor. Böyle git ayağının orasına koy. Ayağının orasına koy. Basını dönüyor lazım. Ол еттен бізге әбден үйреніп алған мына ет дейтін. Кеше біздің үйден алынан шыққан жоқ. Бүгін біздің асымызға келіп біліп тұр. Кім тамақ беретін? Ю, жаным. Атсыңдар? 8 жасында. Onu çağırsana. Аты Паша. Onu git onu çağır. Жуып қойдың киімдерін. Бәрін білдіп тастайды енді бала. Сол кепсін деп. Түнімен кепкен жоқ, түнде салқын болғасын кепкен жоқ. Қазір күнге шарып қойдым. Міне, көрдіңдер ма? Кузина фермасынан дастарханың қызға дейді. Жұмыртқа айтады. Өздерінің тауықтары бар. Сосын өздерінің сүттері бар. Efendim yavrum. Şeker o. Bak o sevimini demek lazım. Sütten. Өздерінің сүттері. Сүттері өздерінен шығады. Жұмыртқа өздерінен шығады. Органик в общем.
кеш жарык достар. Бүгін біздің екінші күн. Ақшам. Ертең кетеміз. Сол бүгін балдар ұйықтап отырғасын. Тамағымызды ішіп алайық деп, өзіміздің мына жерде тапчан сияқты есіктің аузында бар ғой. Соған тамақ заказ бердік. Кешкі асымызда балдар ұйықтап отырғанды жеп алайық деп. Сондай заказ бердік. Мен мынандай бердім. Сиырдың қабырғасынан. Қабырғасының еті, жолдасым котлета. Қандай әдемі жер, ауасы деген керім. Мен 4-ші домик салып жатыр. Спрос болып тұр ғой. Мына жерде кішкене көл бар. Хелен деген. Хелен апайдікі. Мына үй. Көрдіңдер ме? Хелен деп тұр. Осы телефон бақар мısың? İçeri giriyor. Так, мен чемодан жинауға баратын. Мынау Кевин деген. Мынау 2 этажды. Үстіңгі этажы бар. Типа мансардный дом. Мынау біздікі. Мынау астында прачечный жасайды сияқты, прачка сияқты. Мен официантта тұратын болар деп ойлап едім, прачка. Басында отын сарайы дедім, сосын прачка дедім. Официантта тұрады деп ойладым. Оказывается, прачечный екен. Сосын жоғарда біздің дом. Біздер қазір шығамыз. Мен сіздерге сәлем бердім бе, бермедім бе? Қайырлы таң, мен 3-ші күн. Рум-турда көрдіңіздер ғой енді. Қандай екен домның іші. Мына біздікі Робин деген. Мына кішкене ең бірінші салынған дом. Хозяйны осында тұрған. Мыналардың бәрін өзі қолынан істеген хозяйын. Үлкен бір шал. Осын бір ит бар ғой түсірдім мен видеода. Сол ит соның өзінің иті болған. Хозяйынан екеуі тұратын болған. Мынаның бәрі өзі жасаған. Олдан осы үйде тұратын болған. Осын енді артынан спрос адамдар келетін болғасын, спрос болғасын, уже 2-ші, 3-ші домды салған. Сол мынау кішкене ескілеу іші. Аналардың іші новый, жаңадан салынғандар. Сол енді болады, давай пока деп айтуға. Бәріңізге қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, қандай тағы да Стамбул жөнінде қандай видеолар түсірем. Сонында тоже жаза кетіңіздер. Жақсы, давайте пока.